Сәлеметсіздер ме, құрметті менің алтын оқырмандарым, Ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі әрі оңай құрақ құрайтын боламыз. Құрағымызды бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Құрағымызға қажетті маталар мен өлшем бірліктер. Көлемі 7x7 болатын ақ матамыздан 4 штук, көлемі 7x7 болатын жасыл матамыздан 5 штук, және де көлемі 8x8 болатын жасыл матамыздан 8 штук, сонымен қоса көлемі 8x8 болатын ақ матамыздан 8 штук қажет болады. Сонымен құрағымызды бастаймыз. Ең алдымен көлемі 8x8 ақ және жасыл маталарымызды оң жақ бетін беттестіріп, бір-біріне түгін төмен қаратып, осылай беттестіреміз. Және де осылай ортасын сызып, көлденеңмен ортасын сызып, осының екі жағынан тігіс түсіретін боламыз. Және де ортасын қайшымен қиып, артық ұштарын қиып алып тастаймыз. Осындай болып шықты. Енді құрағымызды орналастырып бастаймыз. Видеодан қарап отырсаңыздар, бәрі түсінікті көрсетілген. Осылай орналастырып алдық. Енді осыны біріктіру жолы. Осылай полоска ретінде біріктіріп аламыз. Осылай лента ұқсатып біріктіріп алып, сосын осылардың ортасын біріктіріп тігіп шығатын боламыз. Видеода барлығы анық көрсетілген, қалай біріктіргенім.
Құрағымызды тігіп болғаннан кейін тігістерін өтекпен бастыратын боламыз. Өтектелген құрақ өте әдемі көрінеді. Мінекей біздің құрағымыз дайын болды. Өте әдемі, әрі оңай, тез құралатын құрақ. Мінекей, егер де менің осы құрағым сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушадағы все батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.